Бізді шектеп тұрған установкаларды, сенімдерді қалай анықтаймыз? Қазір өміріңіздің қай тұсында проблема бар, қай тұсы болмай жатыр? Ақшадан, отношениеден, денсаулықтан қай жерден проблема бар? Дәл сол жерде сізді шектеп тұрған, сізге блок бар деп мен айта аламын 100% сенімділікпен. Так, дәл қазір осы өзімізді шектеп тұрған, өзімізді ограничивать етіп тұрған установкалардан арылу техникасын беремін. Дәл қазір отырыңызда өзіңізді шектеп тұрған, өміріңізде болып жатқан бір проблеманы алыңыз. Кез келген проблема, жұмыс таба алмай жатырсыз, ақша таба алмай жатырсыз, отношениеңіз болмай жатыр. Қандай проблема болып жатыр? Дәл қазір сіздің өміріңізде. Сол проблеманы алып алыңыз да, сол жерден іздеңіз. Так, бұл мысалға маған бір қыз келді. Тұрмысқа шыға алмай жүрген, жасы 30-дан асқан қыз. Яғни ол айтады, менде болмай жатыр. Маған көмектесе аласыз ба? Вообще бола ма шешуге бұл проблеманы? Мен вообще тұрмысқа шыға аламын ба? Или бұл менің тағдырым ба? Әрқайсыңыз психологияға мүмкін енді келіп жатқандар, түп санағын дегенді енді түсініп, енді келіп жатқандар болса, бұндай сұрақтың туындауы ол орынды нәрсе. Бұл қыз тоже бухгалтер, тұрмысқа шыға алмай қалған, карьерасы өте мықты, жұмысы бәрі бар, жұмысы зарплатасы жақсы, бір сөзбен айтқанда жақсы ақша табады, бірақ та именно осы сферада отношениеде ешқандай дұрыс отношение құра алмай келе жатыр. И мен сұраймын, не үшін деп ойлайсыз? Ол айтады, қазір не үшін тұрмысқа шыға алмай жүрмін деп ойлайсыз деген сұрақ қойған кезде, ол айтады, қазір жақсы ер азаматтың барлығы үйленіп кеткен, барлығы отбасылы. Ал мен отбасылы ер адаммен отношение құрғым келмейді. Қараңыздар, бұның өзі оны ограничивать етіп тұрған бір установка. Екінші айтады, мен уже 30-дан асып қалдым. Мен ондай әдемі емеспін уже алдыңғыдай. Мені уже жақсы көретін жерім қалмаған сияқты. Я непривлекательная деп тұр ғой, бір сөзбен айтқанда. Бұның өзі ограничивать етіп тұрған, яғни тұрмысқа шығуға блок болып тұрған установка. Үшінші айтады, мені сондай бір жас кезімде бір жігіт алам деп, сосын алмай үйленетін кезде басқа қызға үйленіп кетті. Бұл жерде уже боль қалған, яғни травма бар ол жерде. И ол сол нәрседен чувствоға өзін сезініп қалды, мен лайықсызбын тұрмыс құруға. Мен тұрмысқа құруға жарамайтын қызбын. Мені жақсы көрді, мен оны жақсы көрдім, 2 жыл жүрдік, бірақ та ол басқаға үйленіп кетсе, значит проблема менде деп қабылдап қалғандықтан, қазірге дейін өмірінде өзі қалағандай отбасын құра алмай жүр. 30-дан асып жатқан. Түріне қарасаң симпатичная, сұлу, сүйкімді қыз. Бірақ та өзі туралы ойы сондай болғандықтан, закон зеркала, айна, өмір айна, және оның өміріне тек қана үйленген ер адамдарды, тек қана алдап кететін ер адамдарды тартып жүр. Дәл осылай сіздің өміріңізде не болмай жатыр, қандай проблема болып жатыр, соның барлығын дәл осылай анықтап алсаңыз болады. Енді осы жерде біздің миымыз бізге өзіміздің установкамызды, сенімімізді көрсетпей тұрады көп жағдайда. Біз білетін, түсіне алатын установкаларымыз бар. Біз білеміз, бізде установка, блок бар екен. Ол қандай? Қазір сіз ақша таба алмай жүрсіз ба? Значит, сізде менің қолымнан ақша табу келмейді деген ойдың өзі, сол сезімдердің өзі сіздің ақша табуға блок. Яғни, реально сіз ақша таба алмайсыз. Или же мен бизнес бастағым келеді, мына бизнесті қараймын, ол жерде уже нарық тола. Мынаны қараймын, ол жерде уже бәрі дамып кеткен. Мен бастаған бизнесім, маған клиенттер келмей қалады деген установкама сіз солай ойлайсыз ба? Значит, бұл сіздің установкаңыз. Сондықтан да қазір өміріңізде не болмай жатыр? Қандай проблема болып жатыр? Мен айтамын, мен всегда айтамын, шешілмейтін проблема жоқ. Менің білмеймін, кішкентай кезімнен, помните, алдын агент деген бір нелер болатын еді ғой. Сол жерде мен жазып қоятын, несін жазып қоятын ғой, жаңағындай.
өзіңнің бір сөздеріңді жазып қоятын жерге мен жазып қоятын: нет ничего невозможного деп. Вот сол менің девизім, әлі күнге дейін сол менің девизім. Прям нет ничего невозможного. 3N. Яғни получается нет ничего невозможного. Барлық нәрсені өзгертуге болады. Өзіңмен жұмыс істеу арқылы установкаларыңды, сіңіп қалған сенімдеріңді өзгерту арқылы. Сондықтан да, мүмкін, менің қараңыздар, енді осы жерде мен беріп жатқан техникалардан сіз тек қана негативті алатын болсаңыз, негатив жағын ғана көретін болсаңыз, значит, сіз шыбынсыз. Сіз тек қана негатив іздейтін адамсыз. Сондықтан негативті іздесең, табыла береді. Бәріміз минуссыз адам емеспіз. Ешкім періште емес. Менің де кемшіліктерім жетерліктей. Сондықтан негатив іздесең, негатив табасың. Значит, сен өмірің сондай негативке толы. Себебі сен үнемі негатив іздейсің, Просто беріліп жатқан дайын ақпараттан да негатив іздеп, негатив жазып кететіндер, значит, олар негативщик, яғни шыбын, тек қана негативті көретіндер. Бір комнатада гүл мен боқ тұрса, олар гүлді емес, боқты байқайды. Сондықтан да просто осының өзі сіздің бақытты өмір сүруіңізге кедергі. Себебі сіз ешкімге, еш нәрсеге сенбейсіз. Барлығына өзіңіздің ішіңіздегі бір сезімдеріңізден шығып қарайсыз. Тегін сабақ беріліп жатса, бұл бір нәрсе сатайын деп тұр. Жақсы бір нәрсе жазылып жатса, айтылып жатса, сен біреуден үйреніп алғансың. Или же бір-бірінің айтқанын айта беретін данышпандар деп мен кеше бір комментарий оқып жатырмын, и мне так стало смешно с одной стороны. Екінші жағынан так жалко, что бір ғана өмір бар да бізде. Соны сен солай өткізіп алып жатырсың да. Біреудің негативін теру арқылы. Зачем? Бар фокусты өзіңе бұршы. Өзіңе бұрғанда сен бақытты бола бастайсың. Сен өзіңнің сені шектеп тұрған сенімдеріңді, ойларыңды анықтай бастайсың. Вот сол нәрсені өзгерткен кезде сенің өміріңде өзгеріп бастайды. Енді осы установкаларды қалай табамыз? Қалай табамыз? Значит, сенің өміріңде бір нәрсе болмай жатыр ма? Значит, 100% там у тебя есть установка. Сені ограничивать етіп тұрған, сені блокқа салып тұрған бір ойларың бар. Соны табу керек. Кейде өзіміз байқамайтын ойлар бар. Ақша табу қазір қиын. Ақша қолдың кірі деп сіз өмірде адамдармен қалай, адамдармен сөйлескен кезде, ақша туралы сөйлескен кезде, вот өзіңізді байқаңыз. Өзіңізді бақылаңыз. Сіздің аузыңыздан қандай сөз шығып жатыр? Ақша табу қиын дейсіз ба? Барлық нәрсе қымбаттап кетті, өмір сүру қиындап кетті деп жатырсыз ба? Значит, осы нәрсенің барлығы сіздің установкаңыз. Значит, сіздің өміріңіз осы установкалар арқылы пазл сияқты ғой. Әр установкаңыз сіздің өміріңіздің бір пазлы. Яғни сол пазлдар біріккенде сіздің общий өміріңіз құралып жатыр. Сондықтан да осы установкаларды ақырындап өзгерту арқылы мына құрылған өмірімізді біз өзгерте аламыз. Сондықтан қазір давайте қолыңызға міндетті түрде қағаз, ручка алып дайындалыңыздар. Мен сіздерге қазір өте мықты сіздің сеніміңізді, сіздің установкаларыңызды өзгертетін жақсы бір техника беремін. Мен айтайын, мен только мышление, ой, мы деп жұмыс істемеймін. Мен полностью теламен, полностью адамның өмірімен жұмыс істеймін. Яғни мышление болғанда да менде только травма емес, мышление емес, менде родовой сценарий, ата-аналық сценарий, родовой программа. Даже утробтан сен программаланасың. Травмалар сол кезде қалады, сол кезден бастап программалана бастайсың. Мен толық жұмыс істегенді жақсы көремін. Сондықтан қазір менің беретін техникамда только сенің миыңнан ғана шығармайды сенімдерді, сенің бүкіл телаңнан шығарады. Потому что бұған дейін жасаған шығарсыздар осы техниканы. Мүмкін білетін де шығарсыз. Білетін болсаңыз қайтадан жасаңыз. Значит, қазір сізге осы видео көрініп тұрған болса, значит, сізге тағы да өзгерту керек нәрселер бар. Сондықтан жасаймыз. Біздің установкаларымыз біздің миымызда ғана деп ойлаймыз. Жоқ, ол установкалар бүкіл телада болады. Бүкіл тәнде, бүкіл денада, бүкіл денеде әрбір клеткамыз сол установкамен вибрировать етеді. Әр ойымыз,
әр қорқынышымыз, әр біздің күйіміз сол толқындарды шығару арқылы бізге дәл сондай өмір алып келіп жатыр. Бұл жерде уже квантовый әлем жайлы кетіп жатыр да. Сондықтан осы денеден шығып жатқан, неосознанно шығып жатқан вибрацияны өзгерткен кезде біздің өміріміз, проблемамыз өздігінен шешіліп, өміріміз жақсара түседі. Сондықтан да давайте қағаз ручка дайындадыңыз деп ойлаймын. Енді отырыңыз да сізді ограничивать етіп тұрған кез келген установканы жазыңыз. Мен бұған дейін бірнеше мысал келтірдім. Наверное, уже ішіңізден шыққан шығар, кейбір ойыңыз. Вот менде мынандай установка бар екен деген. Дәл сол установканы жазамыз да, сол нәрсені дәл қазір проработка жасаймыз. Жазып алыңыз, мысалға мен мына қыздың примерінен алайын. Ол қызда мынандай установка болды. Ең басты установка: мен ешқашан тұрмысқа шыға алмай қалатын шығармын. Сіз өзіңіздің установкаңызды жазып алыңыз қағазға. Міндетті түрде қағаз ручка керек. Ойша жасай салам деген ол болмайды. Сондықтан давайте мен сіздермен бірге жасайын. Мен мына қыздың ситуациясы: мен ешқашан тұрмысқа шыға алмаймын. Енді осы жерде осы сөзді айтқан кезде ішіңізден қандай сезімдер көтеріліп жатыр? Тыңдаңыз өзіңізді. Мысалыға, мына установкаға мен кіріп қарайтын болсам, наверное, бұл установканың ішінде өзіңе деген сенімсіздік, қорқыныш, мен жазып жатырмын, астына тире қоясы да, бірінші сенімсіздік, тире қорқыныш, үшінші я недостойная. Әр қайсысыңыз осындай өзіңіздің сізді шектеп тұрған кез келген ойыңызды жазып аласыз, және сол жазғанның астына тире сезімдеріңіз жазасыз, яғни эмоциялар жазасыз. Сенімсіздік, қорқыныш, мен лайықсызбын. Тағы қандай сезімдер бар? Түрлі сезім шығуы мүмкін. Сіздің жағдайыңызда қорқыныш, бейшаралық, қолынан келмеу, безысходность, шарасыздық, тағы қандай эмоциялар бар сізден шығып жатқан. Прям өзіңізді тыңдаңыз, өзіңізді тыңдаңыз, және сол эмоциялардың барлығын жазып шығыңыз. Жазып шыққаннан кейін, жазып шықтыңыз деп ойлаймын. Жазып шыққаннан кейін көзімізді жұмамыз, мұрынмен терең тыныс аламыз, ауызбен шығарамыз. Осылай бірнеше рет, 3 рет, 4 рет, қалағаныңызша, денеңіз босағанша. Денеңіз босағаннан кейін енді осы сезімдерді атаймыз. Сенімсіздік, қорқыныш, өзімді лайықсыз сезіну менің денемнің қай жерінде өмір сүріп келді? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сіздің осы видеоны қайта-қайта көріп жасасаңыздар да болады. Сіздің денеңіздің қай жерінде негативті установкалар, сіз жазып шыққан, теріп шыққан негативті эмоциялар қай жерінде өмір сүріп келді? Ол болуы мүмкін тамақта, ішіңізде, көкіректе, мүмкін аяқтағы әлсіздік, қорқыныш, өзіңді төмен сезіну, өзіңді байғұс, бейшара сезіну. Денеңіздің қай жерінде өмір сүріп келді? Тыңдаңыз, қараңыз. Бірінші қай жеріңіз келіп жатыр? Өзіңізге сеніңіз, денеңізге сеніңіз. Дене, тело ешқашан алдамайды. Енді сол эмоцияларды көзімізді жұмамыз, терең тыныс аламыз и түп санамызға, психикамызға, денемізге бұйрық береміз. Менің денем, менің психикам, менің түп санам осы сезімдерді дәл қазір менің денемнен шығарып таста, түкіріп таста, ұшырып жібер. Қалай сізге өзіңізге жақын, солай жасаңыз. И көзіңізді жұмып сезініңіз, қалай денеңізден қара энергия түрінде, может зат түрінде, мүмкін ауырлық түрінде, мүмкін
бір сондай қысылу сезімі түрінде денеңізден ұшып шығып кеткенін. Терең тыныс аламыз. Соңғы қалып кеткен эмоциялар болса шығарамыз. Елестетіңіз, денеңіз тазарып жатыр. Бүкіл негативті эмоциялардан, сезімдерден тазарып жатыр. Терең тыныс аламыз. Мұрынмен, ауызбен шығарамыз. Енді бұлай жасайсыз. Мысалға, мына қыздың жағдайында әрқайсыңыз өзіңіздің установкаңызды аласыз. Бұл қыздың жағдайында мен ешқашан тұрмысқа шыға алмаймын деген болды. Денеден эмоциялар кеткен соң, уже сізде нейтральный болып қалады. Яғни сіздің установкаңыз пустой сосуд сияқты. Енді сол сосудты біз позитивті установкамен толтыруымыз керек. Бізге положительный, біздің жағдайымызды жақсартатын, бізді жақсы өмірге алып баратын установкамен заменяем, ауыстырамыз. Отырасыз да айтасыз: мен өмірдегі ең керемет жанға тұрмысқа шығамын. И осы сезімді, осы сөзді айтасыз, және что вы чувствуете? Да? Қуаныш, тыныштық, өмір сүруге құштарлық, осы сезімдерді аузыңызбен айта отырып, одновременно бір уақытта аузыңызбен айта отырып, осы сезімдерді нейрондық уровенде денеңізге сіңіріңіз. Наполняйтесь, толығыңыз осы эмоциялармен. Қуаныш, сенімділік, да? Өмірге деген құштарлық, тағы қандай сезім оянып жатыр? Тағы қандай сезім оянып? Осыны сезініңіз, осы күйде болыңыз. И бір 5 минут, 10 минуттан кейін қараңыз, мен ешқашан тұрмысқа шыға алмаймын деген установка уже ішіңізде отклик болмау керек. Уже просто так солай ойлаған екенмін деген уже ой туу керек. Егер ондай ой тумайтын болса, значит, бір жерде сіз аталмай қалған, сіз байқамай қалған бір эмоция қалып кетті. Установканың барлығы, сенімдердің, блоктардың барлығы ол денеде эмоциямен қатып тұр, закреплять етіліп тұр. Сондықтан да только мименен ғана установкаларды өзгерту жұмыс істемейді. Сондықтан осы техниканы алыңыз, жасаңыз, игілігіңізге қолданыңыз және өміріңізді Алланың қалауымен өзгертіңіз. Мен осы жерде тағы да айтқым келеді. Алла бәрін уже бізге беріп қойған. Біз өзіміздің опытымызға байланысты, өзіміздің бір жағдайларға байланысты, сенімдерімізге байланысты, ата-анадан көрген, үйреніп өскен сенімдеріміз, программаларымызға байланысты біз бақытты өмірге жете алмай жүрміз. Сондықтан осы ойларды, установкаларыңызды өзгерту арқылы сіз қалаған нәрсеңізге оңай, экологично дейді ғой, жете аласыздар. Себебі барлық нәрсе сіздің бақытты күйіңізде, сіздің бақытсыз күйіңізде, дәл қазір квантовый әлемде дәл осы жерде болып жатыр. Сізге таңдау керек только бақытты күніңізді ғана.